иә, ойымыз өзгерді. Біз де адамбыз. Мен шыны керек бара жатқан кезде Бағдагүл ханым екеуміз енді көбіне сол екеуміз сырласамыз. Сол кезде айттым, Мейірман, менің де ішімде бір түрлі деді, біз адамдарды соттаймыз, қазір кетеді ғой 20 жыл. Біз өйткені білдік, дәлелдің бәрі жеткілікті. Сондай оймен бара жаттық. Бірақ үкім шыққаннан кейін олардың әрекетін көрдік. Адамды өлтіріп қойып, ана жерде сот қаншама күзетші тұр, сондадан әйнекті сындырып, бізге қарай, маған қарай не қылды да, ұмтылды. Көріп тұрмын ғой, маған шынасыл абзал, маған бүйтіп мизем деген сияқты әрекет жасады. Мен өз басыма қорықпаймын, шын айтсам. Асарымдасып, жасарым жасаған адам. Бірақ сол баланың әрекетіне, солдай балалардың барына қазағының болашағына алаңдадым. Әлі де менде мына жерде жүрегімде тұр. Әлі де мен сол балалар өздері өкініп, егер кінәсін мойындағанда, олардың жазасы жеңіл болар еді. Мен былай да кеңес бердім, адвокаттарына айттым. Сендер дұрыс кеңес беріп жатқан жоқсыңдар. Енді адвокаттардың албаған позициясы аяғында не болды? Барлығы максималды түрде алды. Иә, адвокаттар... Бізде адам баласымыз, түсінеміз. Қазір мысалға есепте болсам, Шынасыл абзал 43 жасында шығады екен. Жап жас бала болып кетеді. Не әйелі жоқ, не бала шағасы жоқ. 43 жасында ол қандай денсаулығын құртып шығады. Маған да ауыр. Мен кеше де айтып отырмын, бүгін де айтып отырмын. Мен жеңдім деп айтпаймын. Қазағымның қоғамында осындай жастарымыз болатын болса, біз жеңілгеніміз. Иә, мен кәсібилігімді көрсеттім. Жәбірленушілердің қалаған қанағаттандырдық, қоғамның талабын қанағаттандырдық. Бірақ бұл бәрібір трагедия ғой. 9 адам, өзің ойлаңызшы, кішкентай бала, біреу ұрса да жеткілікті, қолмен ұрса да жеткілікті. Барып жабылып, одан қалса пышақпен ұру деген, шыны керек, мен кеше бекер айтқан жоқпын, көше заңында да жоқ еді ғой онда. Ол сондай ұрпақ өсіп келе жатса, біздің бәрімізге ойлану керек. Бәріміздің кінәміз. Мен өзімді де кінәлаймын.